20 ғасырдың ортасында ғылыми техникалық революцияларға байланысты адамның жаңағы еңбек күші машинамен немесе автоматтандырылумен алмастырылды. Техникалық процестерді автоматтандыру жүзеге асырылды және тағы да басқа адам еңбек күшін жеңілдететін, пайда әкелетін бір өзінің функциялары қалыптаса бастады. Ғылым жетістіктерін адам жаңа күнделікті өміріне, тұрмыс тіршілікке енгізу қарқынды дами бастады. Себебі адамзат баласы ғылымның ерекше сондай қасиетін аңғара бастады және оны түсінді, күнделікті тіршілікте қолданды. Мысалы, адамдар тұрып жатқан үйге бұл да ғылымның бір жетістік деп айтуға болады. Себебі көп қабатты үйлер тұрғызу, зәулім үйлер, түрлі жаңағы архитектуралық тұрғыдағы ерекше бір ғимарат орындары, құрылыс нысандары осы ғылымның жетістігі деп тануымыз қажет. Оның үстіне тағы бір есте сақтайтын дүние бұл Абай дүниетанымындағы, Хакім Абай дүниетанымындағы адамзат үшін еңбектің бір көрінісі. Себебі құрылыс нысандарын салатын құрылысшылар да тек өз үшін ғана емес, жалпы адам үшін, адамзат үшін еңбек ететінін де айта кетуіміз абзал. Жалпы біз жоғарыда ғылымның аспектілерін қарастырған болатынбыз. Енді жалпы ғылымның әлемді танудағы аспектілеріне назар аударсақ. Әрине бұл гносеологиялық тұрғыдағы, яғни әлемді танудағы негізгі мәселелер. Демек, ғылым дегеніміз нақты анықталған ақиқат білім, шынайы білім. Және бұл сол зерттеудің принциптеріне бағынышты. Ғылыми тұрғыда әлемді тану өзінің бастауын жаңа заман дәуірінде қалыптастырды. Бұл яғни 17-18 ғасырлар біздің дәуіріміздегі. Бастапқыда ғылыми тұрғыда әлемді танудың екі бір түрі қалыптасқан болатын. Бұлар механикалық және физикалық түрлері. Физикалық ғылыми тұрғыдағы әлемді танумен қалыптасқан әлемді тану модельдерінде ең негізгі факторлар, бұлар мысалы температураны айтуға болады, тығыздық, элементарлық бөлшектері, термоядролық үрдістер сияқты мәселелерді айтуға болады. Яғни тірі организмдер, геохимиялық үрдістер, эволюция, цифализацияны қосып алғанда ұйымдасушылық және тағы басқа биосфералық әлемді тануда табиғи әлемнің қолданыстағы факторлары, осы айтылған мәселелер. Ал механикалық заңдылық бұл барлық дүниелердің бір-біріне әсер етуі және соның нәтижесінде жаңа бір сипатқа ие болу, жаңа бір қасиеттің пайда болуын айтамыз. Ғылыми тұрғыда әлемді танудың қалыптасу және даму тенденцияларында қоғамды зерттеуге бағытталған, яғни қоғамды тануға бағытталған кең әлемді тану және гносеологиялық іздеуге қосылған ғылыми ізденістерді айта кеткен жөн. Сондықтан ғылым өзінің қалыптасу және даму үрдісінде табылатын, пайда болатын әлемді танудың өзгеше бір түрі деп түсінген дұрыс.
біз жаңа жоғарыда айтқан болатынбыз, мысалы адамдар тұрып жатқан үй бұл ғылыми техникалық прогресс жетістіктерінің өте бір жарқын мысалы деп. Әрине біз оны әрдайым үнемі айта бермейміз, баға бере бермейміз, себебі бұл автоматты түрде біздің өмір сүру үрдісіміз. Алайда егер оған мән беріп қарайтын болсақ, бұл да адам ойлап тапқан ғылым жетістіктерінің бір үлкен мысалы. Жалпы мынау 18-19 ғасырларда, тіпті 20 ғасырдың басында да болған бір үлкен үрдіс. Ғылымда екі түрлі үлкен ағым қалыптасты. Бұлар сциентизм және антисциентизм деп аталатын үлкен ағымдар. Яғни сциентизм бұл тікелей аударғанда латын тілінен білім, ғылым деген мағына береді. Яғни әлемді тануда, дүниені, қоршаған ортаны, қоғамды танып біліп зерттеуде тек ғылыми әдістерге назар аударуды